Кішкентай тас пен құмырсқа ертегісі. Ертеде бір тас болыпты. Ол ұшы-қиыры көрінбей, көкжиекпен ұштасқан алып теңіздің жағасындағы кішкене ғана тас бөлшегі еді. Ол тас балалармен ойнағанды қатты ұнататын. Әсіресе осы кішкентай достары оны теңізге лақтырып ойнаған кезде қалай қуанатынын білсеңдер ғой. Оған күні бойы күн астында жату оңай емес әрине. Теңізге шөлп етіп түсумен денесін бір салқындатып алатын. Керемет көңіл күйге бөленіп, балық және шаяндармен ойнап көңіл сергітетін. Бірақ көп ұзамай қайта теңіз жағасы мен балаларды қатты сағына бастайды. Толқындардың көтеріп, қайта жағаға алып шығуын күтуден басқа амалы жоқ болатын. Негізінде тастың балалардан басқа жақындары жоқ еді. Мыңдаған жыл бұрын таудан опырылып, ірілі ұсақ достарымен жағаға домалап түскен болатын. Бас кезінде ол тас үлкен тау болып, кейін ұсақталып, кішкентай тас бөлшегіне айналғанына қатты ренжитін. Бірақ одан да жаманы, уақыт өткен сайын айналасындағы тастардың да мүжіліп, ұсақталуы еді. Өзінде де өзгерістер пайда болғанын байқай бастайды. Басында жұдырықтай қисық тас еді, ал қазір бұрыштары домаланып тегістелген. Бұрынғыдан әлде қайда әдемірек көрінетін болды. Бірақ сонда да қуанар емес. Өйткені қатты жүдеп кеткен еді. Тас: осылай жалғаса беретін болса, мен түбегейлі жойылып кетемін, деп уайымдайтын. Бұл жағдайына қайғыратыны соншалық айналасындағыларға мұңын шаға бастады. Тастың бұл шағымын естіген құмырсқалардың бірі: ренжіген нәрсесіне қара, кім айтты жойылып кетесің деп? Керісінше, барлығы сені бұрынғыдан да қатты жақсы көретін болады, дейді. Кішкентай тас бұған сенбейді. Мен олай ойламаймын. Балалар мені көре алмаса, қалайша жақсы көреді, дейді жылаған дауыспен. Құмырсқа тасқа: сені қалай көре алмайды? Әрине көреді. Тек атың ғана өзгереді. Тас құмырсқаға қарап таң қалып: атың өзгереді деймісің? Кім өзгертеді атымды? Жаңа атым қандай болады? Құмырсқа тасқа: кішірейіп, соңында тозаңдай болып ұсақталасың. Сенен бұрын өткен достарың сияқты, сенің де атың топырақ болады. Кейін сені тек балалар ғана емес, барлығы жақсы көретін болады. Өйткені бүкіл жанды заттардың өмір сүруіне көмекші боласың, дейді құмырсқа. Тас: топырақ дейсің бе? Жаман ат емес сияқты. Бірақ сонда да бір түсінбегенім, басқалардың өмір сүруіне қалай көмектесемін? Құмырсқа күліп: топырақтың қадірі, құндылығы соншалық, оның пайдаларын санаумен бітіре алмаймыз. Мысалы, бүкіл жануарлар мен адамдардың тамақтары
жемістері топырақта жетіледі. Сондай-ақ майда құрт-құмырсқалар ұяларын топырақтың астына салады. Топырақ арқылы қорғанып, жай-барақат қоректенеді, дейді құмырсқа. Кішкентай тас бұдан былай жаңа достар табатынына көз жеткізіп, және оларға пайдалы болатынына қатты қуанып, ішіндегі қайғыдан құтылады. Ұзақ уақыттар өтіп, ұсақталып, өзі сияқты майда топырақтар арасына еніп, араласып кетеді. Бұдан былай оның шағымын ешкім естімейтін болыпты. Осымен ертегіміз аяқталды. Жаңадан салынған ертегілерді бірінші болып тыңдағыларыңыз келсе, қоңырау батырмасын баса кетіңіздер. Және де менің парақшама тіркеліп, лайк басып, комментария жаза отырыңыздар.